Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен өте тез және де дәмді болып шығатын трайфлдар жасайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Ыдысымызға ұн, какао қопсытқышта саламыз. Оның үстіне қант қосамыз. Шым-шым тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін 2 жұмыртқа саламыз. Сұйық май қосып, дәл видеодағыдай жасап отырамыз. Оның үстіне сүт құямыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осының үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Тағы да жақсылап тез-тез араластырамыз. Бізде сұйық масса шығуы қажет. Ыдысымызға пергамент қағазын жаямыз. 180 градуста шамамен 20-25 минут аралығында коржымызды пісіріп аламыз. Кремін жасаймыз. Творожный сырдың үстіне қант ұнтағын және де салқын кілегейді қосып, жақсылап миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, осылай бір қалыпты форма шыққанша араластырамыз. Мен трайфлдың ортасына банан қосатын боламын. Бұл міндетті емес. Өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі жеміс-жидектерде қоссаңыздар болады. Пісіп шыққан коржды суығанын күтіп, оны майдалап сақтаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей трайфлдарды жинап шығатын боламыз. Ең бетінен шоколад пен сары майды водяной баняда ерітіп, осылай трайфлдардың бетіне құямыз. Өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен сіздерге міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздің отбасыңызға, балаларыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін.